Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте керемет дәмді болып шығатын жент дайындаймын. Жасалу жолы өте оңай. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға талқанымызды салып аламыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сармайымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді барлығын араластырып алғаннан кейін біріктіру үшін жарты банка сгущенкамызды қосып араластырамыз. Мінекей біздің жентіміздің құрамы дайын болды. Енді осы арнайы ыдыстарымызды дайындап қоямын. Жасалу жолы өте оңай. Қолымызбен шарик жасап аламыз. Мінекей біздің жентіміз дайын болды. Енді осылай ақ шоколадпен бетін әсемдеп шығамын. Сіздер де осылай ерекше әдіспен жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Дастарханымыздың сәнін келтіретін, қонақтарымызды таң қалдыратын жентіміз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.